Всем из Алматы Каспийский салям. Через несколько часов начнется матч между командами Койсай и Койшиш. Ой, то есть Ордабасы, Каспий. Ну чё, начинаем? Кет Каспию. Все, басталды ойын, кеттік, жігіттерге сәттілік. Каспию! Не болып, что-то түсінбей қалдым, қарап жүріңізші. Бірдеңе болған сияқты что-то. Айта кететін жөн, бүгін біздің команданы капитан болып Руслан Сахалбаев алып шықты. Давай, Сера, давай! Ойынның 43-ші минутында бір гол жіберіп қойдық. Есеп 1-0, Ордабасы командасы алды. Бізде де барлығы алды. Көреміз. Бәрі өзіміздің қолымызда, сенім мен мақсатта. Біз бастаймыз. Екінші тайм басталып кеттік. Алаңға Каспий сапында өзінің алғашқы ойын өткізіп жатырған Еркебұлан Нұрғалиев шықты Руслан Сахалбаевтың орнына. Давай!
Серега, что скажешь по сегодняшнему матчу? Ну, конечно, обидно проиграть. Мы, в принципе, контролировали весь ход матча. Вот, было хорошие пару моментов. Вот. Немножко не хватало нам где-то хладнокровности в завершающей стадии, вот, уверенности. Но мы не будем отступать от своей игры, мы будем продолжать также вот играть, гнуть свою линию. Вот. И нам просто нужен немножко толчок в плане одной победы, чтобы много команды понеслась. Потому что вроде у нас все есть, и борьба, эмоции, ребята отдаются, вот, но немножко просто не хватает нам какой-то удачи, может, ну, хладнокровности. Все, рахмет, Курдас, удачи нам. Зизу, бүгінгі матч туралы не айтасың? Ассалаумағалейкум. Ең алдымен Ордабасы командасын жеңісімен құттықтаймын. Ойын туралы айта кететін болсақ, ойын өте тартысты болды. Командамыз бар күшін салғанымен көп сәттерде сәттілік жетіспей қалып, оған қарамастан алға қойған мақсаттарымыздан бас тартпаймыз. Ары қарай жұмыстанамыз. Каспий ғой.